Құрбым, сен неге мені тастап кеттің айтшы. Бұның барлығына мен кінәлі секілдімін. Себебі ұшаққа барар кезде менің жаман ойлар туындай бастады. Жол апатына болып қалсақшы не істейміз? Дұрыс жете алмай қалсақ екен деген ойлар туындады. Не үшін? Неге? Біз аэропортқа бармаған кезде бәрі қандай болушы еді? Бәрі күшті болушы еді. Мен сіңіліммен жылағанымды көрсеткім келмейді. Мен тек оның көзінше күліп, жарқырап жүргім келеді. Мен оған жылағанымды көрсеткім келмейді да. Қазір сіңілім үйде жоқ. Сол үшін жылауға айнып жатырғаным ғой. Сенің фотоңды көріп жылап жатырмын. Сенсіз өтіп жатырғаным бірінші күн. Мен сені қатты сағынып кеттім. Аэропортқа бармаған кезде ғой бәрі күшті болар еді. Мен сені қатты сағынып кеттім. Бұның барлығы түсім болсыншы. Сен маған келші, Райгүл. Мен сені жақсы көремін. Мен сені сағындым деп келші маған. Өтініш, құрбым, келші. Сен қашан маған келесің? Неге сен маған келмей кеттің айтшы. Екеуміз бұрын балалық шақта бірге өсіп, бірге садикке барып, бірге тамақ ішіп, бірге, білесің бе, менің үйімнің алдында күшті ойнайтын жерлер бар еді. Сол жерде ойнай, бірге ұрсып қалатын күніміз де болатын еді. Сол өзі саған айтқан сөздеріме өкінемін. Сен де мен айтқан өкінетін, сен де маған айтқан сөздеріңе өкінетін шығарсың. Әпке, не істеп жатырсыз? Жай құрбым, мен құрбым деппін ғой, ештеңе, бара бер сіңілі, ойнай бер. Жоқ, сіз жылап жатырсыз ғой. Мен сіздің әңгімелеріңіздің барлығын естіп қойдым, тіпті сіздің сөйлеген сөздеріңіз барлығы астыға естіліп жатыр. Жоқ, мен жылап жатырған жоқпын, мен де күліп жатырмын ғой. Күлкінің жасы ғой. Әпке, мені ойнатпаңызшы, мен құттай бала деп ойлайсыз ба, құттай қыз деп ойлайсыз ба мені? Мен бәрі біліп отырмын. Сіз кеште мен жылап жатырсыз, көңіл күйіңіз жоқ қой. Жақсы енді. Сіз өзіңізді кінәламаңыз, сіздің қасыңызда мен бармын, жаныңызда мен бармын. Иә, сен барсың білем, не бірақ әпке, жыламаңызшы өтініш. Бірақ, тоқташы, көзіме бір нәрсе көрініп жатырған секілді. Құрбым, маған келші. Мен сені сағынып кеттім. Сен жаңа айтып едің ғой маған келші деп. Міне саған келіп тұрмын. Есікті ашшы, бірге ойнайық. Жүрші, бірге аэропортқа барайықшы. Ұшаққа ұша алмай қалдық қой, Дубайға барамыз деп едік қой. Сен айтқан сөздерің қайда, орындалмады ма? Сіңілім, тоқташы, мен басым айналып жатыр что-то. Не болды әпке? Менің көзіме бірдеңе көрініп жатыр, көзіме құрбым көрініп жатыр, дәл өзі ғой. Қайдағы құрбы, әпке, қумаңызшы. Менің көзіме ештеңе көрініп тұрған жоқ. Сіздің көзіңізге көрінсе, маған түк көрініп тұрған жоқ. Мүмкін елес болар. Жоқ, ол елес емес. Мен құрбымды елес деп санама. Сенде өз құрбың ғой, сенде өз құрбың бар, жан құрбың бар, бала кезден бері өскен. Мен де бала кезден бері өскен құрбым. Мен оны елес деп айтпаймын. Ол мені жақсы көреді, мен де оны жақсы көремін. Ол елес емес. Әне, ол маған есік ашы деп өтініш білдіріп тұр, есікті ашамын. Әпке, ашпаңыз, болмайды. Ол сізге қазір бірдеңе жасап қойса не істейсіз? Бірдеңе деп қорқытып қойса не істейсіз? Жаман ғой. Маған түк көрініп тұрған жоқ, әпке, шынымды айтамын. Шынымды айтшы, түк көрініп тұрған жоқ па? Менің көзіме қалай көрініп тұр, сен көзіңе көрінбесе? Болмайды ғой ондай. Әне, қарашы, есік аш деп тұр, қарашы, тықылып. Есікті ашшы, жүрші, жүріп қайтайық. Құрбым, неге тоқтап қалып тұрсың? Әне, ол маған келіп тұр, есік аш деп. Сіңілім, мен бүгін өте күшті түс көрдім. Қандай түс, қызықты ма, әлде қорқынышты ма? Қызықты, әрине, мен күліп айттымын ғой. Құрбым екеуміз, балалық шағымыз, құрбым екеуміз ойнап жүр екенбіз. Менің ауламда, яғни менің үйімде бұрын ойнайтын жер болатын, сол жерде ойнап жүр екенбіз. Қазір саған барлығын айтып беремін. Жарайды әпке, айтып беріңіз. Құрбым екеуміз күшті ойнап жүр екенбіз. Құрбым маған күшті нәрсе беретін, мен де оған беремін. Мен де оған барлығын беремін. Екеуміз бір-бірімізде ештеңе аямаймыз. Всегда жейтін нәрсе алып келген кезде ол маған береді, мен де оған беремін. Құрбым екеуміз менің үйімнің алдында ойнайтын жер болған кезде ол маған всегда келіп, екеуміз күнде ойнап далаға шығатынбыз, серуендеп қайтамыз. Садик десек қашатынбыз, тіпті қашып кеткенбіз садиктен де. Күшті кез болды. Балалық шаққа билет болса ғой, қуана ақшамды құртып соған алар едім. Құрбым екеуміз күшті ойнағанбыз. Өте күшті болды. Сол кезге қайта оралғым келеді. Сол кезде айтатын едік, қашан өсіп, қашан күшті елдерге аралаймыз деп, қашан Дубайға барамыз деп. Сол кезден бері біз Дубайға барғымыз келетін. Дубайға барар едік, бара алмай қалдық қой.
қатты сағынып кеттім. Құрбыммен өткен сәттер өте күшті болған еді. Хи-хи, тамақ ішейікші жүр, қарным ашып кетті. Жарайды жүр, осы сен неге балкон есігін кілттей бересің? Анам айтатын балкон есігін кілттеп жүр, біреу кіріп кетеді деп. Жарайды, мына өзің білесің ғой, өз үйің ғой, үйің күшті ғой. Я, рахмет. Қарашы, алма банан жеп жатырмын. Жей бер, не жегің келеді, жей бер, жүр кеттік қайттан шақ. Мен алма алып алдым, тек болды, алма жақсы көремін. Я, білем ғой, сен алма жақсы көреді, күнде алма алып шығамын ғой саған. Ертең саған күшті подаркам бар. Қандай подарка? Не айтпаймын, секрет, құпия. Ой, жаным, сол подарка жасап неге әуре болдың? Мен де саған оны ертең подарка жасаймын. Керек емес. Жоқ, жасаймын. Кел маған отыр, әпеншекке терпелейік. Қазір күтіп тұр, бірдеңке қарап алайын. Ауа райы күшті болып тұр екен ғой. Вау, өте күшті ғой, сен күшті кәсетесің ғой. Я, әкем жасап берген ғой. Я, өте күшті көрініп тұр ғой. Қолдан жасалған әпеншек күшті ғой. Я, шынымды айтсаң өте күшті. Жайлап ойнашы, мен құлап қалмайын. Жоқ, құламайсың, қорықпа. Алма жеп отырамын мен. Жоқ, жемей ақ қойшы. Қазір алманың бәрін үстіме түсіресің. Ай, жарайды. Құрбым, қарашы, менде де осындай чықылдақ бар. Қайдасың? Қайда кетті? Жоқ, мын жүрсің ба? Мен сені таба алмай қалдым ғой. Иә, сол ғой. Ішім ауырып кетті ғой, гаршокке отырамыз деп. Гаршокке шыдай алмай қалдық тіпті. Қара, менде осындай жылтырақ бар. Иә, көріп тұрмын, маған да бердің ғой сен, рахмет. Оқасы жоқ. Ертең садик дейсің ғой. Құрбым, не істейміз, қайда барамыз, ақша бар ма? Ақша жоқ менде. Той садикке барғым келіп тұрған жоқ, қашып кетеміз атағы. Қойшы, қашып кеткен несі? Жарайды. Таңертең ерте тұрып садикке барғанбыз, қалай кетті? Анамыз жұлқылап апарды ғой садикке екеумізді. Аруатсақ та барамыз ғой. Сол ғой, қашан өсеміз үлкен болып, қашан өсіп Дубайға барамыз? Сол ғой, Дубайға барғым келіп жүр, арман ғой. Бұйырса өскенде барамыз. Я, сен ырылдап шығасың, мен сен ырылдап шығам. Аха, ақшамызды көбейтіп барамыз. Я, арманымыз орындалсын.